Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын бастаймыз. Олай болса балалар, бізге берілген бірінші жаттығудан бастап орындайық, иә? Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа, өлеңді тыңдап. Балалар, тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжайтын болсақ, бұл жерде өлеңнің тақырыбы мұғалім деп аталып тұр, иә? Яғни бұл өлеңде мұғалім, мұғалімнің қасиеттері, қыр-сыры туралы айтылуы әбден мүмкін, иә? Олай болса өлеңімізді оқып көрейік. Мұғалім: мейірмен бізге қараған бір ағай келді қаладан, сыйлайды оны бар бала, сыйлайды оны әр адам. Әр сөзі қандай жыл еді, шуақты ыстық жүрегі, қашан ол жаттап үлгерген, кітапты жатқа біледі. Балалар, өлеңнің авторы Рахымжан Өтегенов. Енді осы өлеңге байланысты бізге сұрақтар берілген екен, иә? Сол сұрақтарға жауап берейік. Ақын мұғалімді қалай сипаттаған? Ақын мұғалімді мейірімді, сыпайы, сыйлы, шуақты, ыстық жүрегі бар керемет жан деп сипаттаған, иә? Келесі сұрақ: шуақты, ыстық сөздеріне сұрақ қой дейді. Шуақты қандай деген сұраққа жауап береді? Ыстық қандай деген сұраққа жауап береді? Шуақты жүрегі қандай жүрегі? Шуақты жүрегі. Ыстық жүрегі қандай жүрегі? Ыстық жүрегі деп айтамыз. Яғни бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Балалар, мына ережені есте сақтаңыздар. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақ қойылады. Мысалы, үлкен, таза, биік деген сөздер. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұғалім мейірімді адам. Ол барлық баланы жақсы көреді. Бізге сапалы білім береді. Мұғалімді сыйлаймыз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз. Балалар, бұл жердегі қандай сұрағына жауап беретін сөздер мейірімді және де сапалы деген сөздер. Иә? Мейірімді адам. Қандай адам? Мейірімді адам. Қандай білім? Сапалы білім. Үшінші жаттығу: жаңылтпашты тыңдап жатқа жаз. Қол ұстаз, бұл ұстаз, жас ұстаз. Жаңылтпаштың авторы Ескен Елубай. Балалар, жаңылтпашты бірнеше рет қайталап, жатқа көркем түрде жазыңыздар, иә? Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.